Баршаңызға қайырлы күн уақыты. Менің есімім Айкер Масылбек. Сіздермен бүгін қазіргі уақытта өте танымал болып жүрген баклава тәріздес самсаларды бірге дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің Instagram желісіндегі парақшам Айкер Масылбек, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен біз самсаның қамырын дайындап алуымыз керек. Ол үшін бізге ұн, сұйық май, жылы су және тұз керек. Тұзды жылы сумен ертіп аламыз және сұйық майды ұнның үстіне құйып, тұзды суымызды оның үстінен аз мөлшерде құйып, қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленіп шығу керек. Менде кішкене су артылып қалды, онда тұрған ештеңе жоқ. Негізі судың қаншалықты көп аз кетуі ол ұнға байланысты. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 15-20 минут қалып қоямыз, бірнеше қайтара илеп отыруымыз керек. Соңында видеода көрсетілгендей беті тегіс, жұмсақ қамыр шығу керек. Ендігі кезекте біз самсаның салмасын дайындауымыз керек. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз, тұз және бұрышты өз қалауыңызша саласыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге нандарды жұп-жұқа етіп жаю керек. Қамырды дәл менікіндей жұп-жұқа етіп жайып алыңыз. Ендігі сәтке мұқият болыңыз. Мен қамырды қалай жинау керек екенін көрсетемін. Ол үшін жайылған қамырды бір шетінен бастап оқтаумен жинаймыз және екі шетінен ұстап, қамырды ортасына қарай жинау керекпіз. Дәл видеодағыдай. Жиналған қамырымызды дәл сол күйінде оқтаудан босатып алуымыз керек. Әрі қарай өте оңай. Салмасын бірнеше бөліктерге бөліп саламыз және қамырды екі жағынан осы салманың бетіне жаба саламыз. Қамырды салмалары жоқ жерлерден бөліп шығамыз. Әр бөлінген бөліктің екі жағын бекітіп шығамыз. Дайын болған самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне әсемдік үшін мен күнжітті септім. Қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минут аралығында бетін қызартып пісіріп аламыз. Міне осымен біздің танымал самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал дәміне келетін болсақ, тандыр самсаларына өте ұқсас болып шықты. Менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Дастарханымыздан береке кетпесін.